Армысыздар, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда мандарин қандай аурулардың алдын алады және мандаринде сіз білмейтін қанша витаминдер бар, сол жайлы айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеле кетіңіздер. Жалпы мандарин жемісі салқын уақытта қараша, желтоқсан айларында пісетін болғандықтан, желтоқсан айын мандарин айы деп атауға болады. Себебі мандариннің нағыз көп сатылатын айы осы ай. Мандариннің емдік қасиеті көп. Мандариннің иісінің өзі адамның көңіл күйін көтереді. Диетологтар мүмкіндігінше мандаринді көбірек жеуге кеңес береді. Себебі оның құрамында каротин, аскорбин қышқылы, С, В6 дәрумендері, кальций, магний, темір, мыс, калий, фосфор мен басқа да пайдалы микроэлементтер бар. Сондай-ақ 100 грамм мандаринде 53 калория ғана болады. Мандарин иммунитетті нығайтып, ағзаны түрлі дерттен қорғайды. Мандарин шырыны бауыр ауруынан сақтайды. Тамырларды артық холестериннен тазалайды. Қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. Сол себепті бұл өнімді тұтынатын адамға диабет қаупі жоқ. Көру қабілетін жақсартады. Мандарин құрамындағы А дәрумені көз жанарын жақсы қорғайды, қан құрамын жақсартады. Мандарин темірге бай және адамның анемияға шалдығуына жол бермейді. Семіздіктің алдын алады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Магний мен В6 дәрумені күйзеліске қарамастан жүйке жүйесін бірқалыпты ұстауға көмектеседі. Тістерді қорғап, сүйекті қатайтады. Ескерту: мандариннің осынша пайдасы бола тұра кейбір адамдарға оны жеуге болмайды. Егер сізде жедел нефрит, гепатит, холецистит, асқазан жарасы және 12-елі шектің ойық жарасы болса, онда тұтынбағаныңыз дұрыс. Дәрігерлер энтеритте, колитте және гастритте жоғары қышқылдығы бар адамдарға бұл жеміспен көп әуестенбеуді ескертеді. Себебі мандариндегі жеміс қышқылдары ішек пен асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді. Сондықтан бұл өнімді аш қарынға жемеген дұрыс. Жалпы кез келген цитрус өнімдерін аш қарынға жеуге болмайды. Мандарин аллергия тудыратын өнім. Шамадан тыс көп тұтынудан адам денесіне бөртпе шығуы мүмкін. Ауыз қуысы ойылуы және анафилаксияға дейін әкелуі мүмкін. Сондықтан абайлап қолданған жөн. Тағда айта кететін жайт: мандаринді 3 жасқа дейінгі балаларға беруге болмайды. Қант диабеті бар адамдарға мандаринді тұтынбаған дұрыс, себебі мандарин құрамында қант көп. Сол себепті дәрігерлер мандаринді абайлап тұтынуды ескертеді. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомыз пайдалы болса, каналымызға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы оп-оңай ғана әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.